Ассалаумағалейкум қазақ елім. Біз қазір мынау Қаскелеңнің жанындағы автокөлік базарынан өтіп бара жатырмыз. Кезінде мен осы жерде қаншама көліктерді базарға әкеліп, тұлпарларды шығарып сатқан едім. Аллаға шүкір, қазір Кюфо Тұлпар деген компаниямыз бар. Тұлпар деп атын бекер қойған жоқпыз. Әр қазақтың астында кезінде ат ол ердің қанаты дейді ғой. Сол сияқты тұлпарлары болғанын және соған біз Кюфо Тұлпар компаниямыз себепші болып жатқанына қуаныштымын. Және еңбек бәрін жеңбек деп осы ата бабамыз ақ найзаның күшімен, білектің күшімен бізге осындай жерді тастап кеткен кезде келімсектерге осы бағыттар бойынша, басқа да бағыттар бойынша олар біздің елімізге келіп, жерімізге келіп, қазіргі соғыс бизнесте бизнес жасауға мүмкіндік бермеуіміз керек. Және әр бизнестің, елдің, жердің иесі өзіміз болуымыз керек. Сол себепті де, ал енді кезінде ата-бабаларымыз тұлпар ұстаған, қазір менде Таскескенде өткен 2023 жылғы жарыста Мамай Қараның иесі және де сол автокөлікті жеңіп алған, тұлпарды жеңіп алған Серік ағамызға бара тұрмын, Алла қаласа. Ұзынағаш жақта тұрады екен. Ол кісіге қазір қонақ болып барып, ана Тоқтар Серіков ағамыздың тойында Нұрсейіт Жылқысыбай бауырымыз енді жұма күні болатын тауда бір керемет шешім қабылдауға жаңағы атсалысқан болатын. Ол жерде Жандарбек Бұлғақов бауырымыз, Елдес Үмбетәлі бауырымыз, сырым бәрі тұрып, Талғат аға, сізде атбегілікке келіңіз, темір тұлпарларды қарап жүрсіз ғой, енді бір ат ұстап, сол бағытқа да келіңізші дегеннен кейін, Алла қаласа сол жерде Жандарбек бауырымыз атын қойып берген Кюфо Тұлпар деп бір арғымақты, және де Таскескеннің Талғаты болғаннан кейін Тасвегис деп бір арғымақты қазір Серік ағамыздан таңдатып, сол кісіге сөйлесіп отырып, оның сол аттарды бағып отыратын жерін бәрін көріп, Алла қаласа бір сондай ойға келіп жатырмыз. Сондықтан әр қазақ бай қуатты болсын, қазақтың қанында бар ат бегілік, құс бегілік деген ата-бабамыздың салт дәстүрін ұмытпайық. Енді бекер болған жоқ деймін. Сол себепте Нұрсейіт бауырымызға да осы жерде, Жылқышыбай бауырымызға да Алла разы болсын, рахметімді айтамын. Бізбен бірге болыңыздар. Бүгінгі видео өте қызықты болмақ. Құлағын түр қайшылап қазанаттарың, бақпен бабы сай келсе озат аттарың, ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтырып өркіңді азаматтарың. Шаң шығып қара көрінді, арғымақтар алдына дара бөлінді, топырақты төңкеріп тарлан жануар қайыстырып келеді қара жеріңді. Әй айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтамай. Айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтамай. Шашасына шаң жұқпай шаршамай дара, дүбірінен дүрлікті ән сарайдала, әмеге етіп барады жалға жабысқан, желмен бірге жарысып қаршадай бала. Әй айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтамай. Әй айқайла пайпайла, думандатып той-тойла, шаңға бөкті айнала, алда кетті қайбала, бас қамшыңды тоқтамай.
ойнап мұндайдай жаңғырар кеуде. Жүлдеңді ал бәйгіңнің алдынан келде. О жаратқан баланы сақтай көресің, тұлпарды да тұяқта